Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Бүгін біздер керемет мамандық иелерімен танысатын боламыз. Бала кезде голливудтық вестерн мен романтикалық сапарларды елестетіп, ковбой кейпіндегі рөлдерді бәрімізде ойнағанымыз шындық. Бірақ бүгін дәл сол ойында ойнайтын ойымыз жоқ. Керісінше сол мамандық иелерімен танысатын боламыз. Кейіпкерлеріміздің есімдері Серік пен Әлібек. Голливудтық киімдерді кимесе де, олар сол кинодағыдай ат үстінде еркін отырып, бұғалықты айналдыра, Клинт Иствудтың батырларындай арқанды дәл лақтыра алады. Біздің кейіпкерлерімізді қарапайым тілмен жылқышы деп атайды. Серік пен Әлібек табын жылқы бағады. Олар мына тауда қалай өмір сүру керектігін, жылқыларды қалай бағу керектігін кітаптар оқып, я болмаса кинодан көріп үйренген емес. Қос жылқышы жыл сайын көктем мезгілінде үш бұлақ жотасына киіз үйлерін тігіп, жылқыларын жаяды. Астымыздағы УАЗик көлігі тау басына қинала көтеріліп келеді. Кеше жауын жауған еді, тау шыңдарын ақ қар басыпты. Топырақты жолдар балшыққа айналған. Өткен жылы ескі көліктің тежегіші істен шығып, жардан сырғанап кеткен еді. Абырой болғанда көлік жолаушылары аман қалды. Бізге қала шаруа қожалығының иесі жол көрсетуде. Жолай ол бізге орта деңгейлі отарлы мал шаруашылығымен айналысатын қожалықтың негізгі міндеттері мен кемшіліктерін, алдағы жоспарларын айтып берді. Жота басында 100 гектарлық, жазықты далада 400 гектарлық жайылым жері бар. Шаруашылықты жалпы 100-дей жылқы мен ірі қара мал өсіріледі. Қыс мезгілінде шілікті жазығындағы қары аз түсетін қыстауға төмендейді. Ал көктемде тау басындағы жасыл желекті жайылымы бар жайлауға асығады. Здесь на вершине плата. Мұнда 3000 метрлік биіктіктегі жота басында жаз бойы ылғалды болып тұрады. Сол себепті жасыл шөп құнарлылығын күзге дейін жақсы сақтайды. Солып қалмайды, сарғаймайды, күнге де күймейді. Содан болар арқарлар осындай биік таулы өңірді мекендеуді әдетке айналдырған. Ерткен иттеріміз 2 арқарды қуып кетті. Алыстау болғандықтан нақты пішінін көре алмадық, ірі болып байқалды. Жайлау жазғы жайылым ұғымын білдіретін, ауыл шаруашылығына ғана тән термин емес. Бұл салауатты өмір салтын ұстанып, ата-баба дәстүрін жалғастырушы көшпелі ұрпақ ғұмыры. Мұндағы жергілікті халық отарлы мал шаруашылығы мен бағзыдан айналысатындықтан, таулы ландшафтың қиындықтарына әбден піскен. Өткен кезеңдердің өзінде адамдар жазғы және қысқы маусымдық жайылым жағдайын жақсы меңгерді. Осылайша мал басын қиыншылықта қалай сақтау керектігін, жайылым жерлерін қалай анықтауға болатындығын қоныстарына қарай бағамдап отырған. Қысқы мезгілде шаруалар малдарына жиған азығын, шөбін береді. Ал жазда жаңа шыққан көк шөп пен қоректенген үй жануарлары жылдам салмақ жиып, семіре түседі. Көшпелі мал шаруашылығы Қазақстанның қатпарлы тарихымен тікелей байланысты. Орталық Азия халықтары арасында көшпенділік тұрмыс тіршілікте, салт дәстүрде, мемлекеттілікте үлкен рөлге ие болатын. Жон трапецияға ұқсайды. Басына қарасаң шығу аса күрделі емес, ал төбесі тегістеу. Передвигаться верхом по высокогорным плато совсем не сложно. Биік таулы жотаға атпен көтерілу қиындық тудырмады. Сүрлеуі мен төбесі жазықтау болғандықтан еркін көтерілдік. Бірақ жандарындағы жыралы жартастар өте қауіпті. Келесі жотаға шығу үшін кәдімгідей қиналасың. Біз көне қорамдар қасынан өтіп барамыз. Тасты қорғандар гранит жарықшақтарының бірдей мөлшерінен құралған екен.
Қорған диаметрі 1 метрден 10 метрге дейін. Соған қарағанда жерленген адамның дәрежесіне қарай қатар қойылыпты. Ғалымдар мұндай жерлеу әдісін көне түркі кезеңіне жатқызады. Внизу, в 2 километрах от нас, Төмен қарай 2 шақырым қашықтықта жапырақты орман көрінеді. Ал мұнда ағашта, отында жоқ. Сол себепті жігіттер отында атпен тасуда. Жота басына алып шығудың өзі кәдімгідей қиын болғандықтан бар отында үнемдеуге тырысудамыз. Мысалға бүгін түнде күн аса салқын болмады, отында жақпадық. Міне, межелі мақсатқа аз қалдық. Бізге аңғарды бойлай төмен түсу керек. Онда Әлібек пен Серіктің киіз үйі орналасқан. Серік пен Әлібек осыдан 2 күн бұрын қатты дауыл тұрып, киіз үйлерін жылып әкеткенін айтуда. Түнгі мезгілде аударылған қара үйді қайта тұрғызу көп жұмысты алатындықтан, брезентке оранып, ауа райының тынышталғанын күтіп жата бердік дейді жігіттер. Әзірге пеш жанып тұр. Киіз үй іші де жып-жылы. прохладно, в юрте топится печь. Күн салқын, киіз үйде пеш жанып тұр. Бізге қар үйге кіріп, жаураған денемізді жылыту қажет. Тау басында күн ұясына ерте бататындықтан, ұзақ кеште Серік пен Әлібек өз өмірлерінде орын алған қызықтар жайлы әңгіме бастады. 90-шы жылдардағы нарықтық экономикаға өту кезеңі кеңестік ауыл шаруашылығы жүйесіне нұқсан келтірді. Совхоздар мен ірі шаруашылықтар ыдырап, фермерлік шаруашылықтар ұзақ уақыт құрыла алмай қалды. Осындай қиыншылықтар шаруашылық жүйесіне ауыр соққы болғаны рас. 90-шы жылдары шаруашылықтағы күйзелістен қашқан Әлібек Алматыда, Өскемен қалаларында құрылысшы болып жұмыс істейді. Бірақ тау баласы тауға қарап өсетіндіктен көп замай ескі кәсібіне қайта оралған. Осылайша мал шаруашылығын жаңғыртпаққа Үшбұлақ аңғарына келеді. Уақыт өте фермерлік жұмысы оңала бастайды. Кеңестік кезеңде мемлекет жайлауға жол салып, малшыларды баспанамен қамтитын, арнайы техника беріп, қаржылық қолдау көрсете, азық-түлік қорында үлестіретін. Нарықтық кезге ауысқанда шаруаларға бұл жайтты өздері шешуіне тура келді. Бұл бір жағынан үлкен еңбекті талап етсе, екінші жағынан кәсібін бастаушыларға еркіндік берді. Олар өздері өсірген малдарын қалаған бағаларына сатып, жайылым салығы мен жалдамалы қонысына төлейтін қаржысынан артылғанын өз басына жаратуға мүмкіндік алды. Әлібек қазір кеңестік кезеңге қарағанда, еңбектенген кез келген жан сол кездегі тапқан ақшасынан да көп табуға болатындығын айтады. Десе де кей шаруалар сол өткен кездерде жақсы тұрғандығын жасырмайды. Вот здесь вот, в ущелье, в горном массиве Тарсай. Міне, мұна аңғарда таулы Тарсай кешенінде бір апта бойына жылқылар мен ірі қараны жаюға көмектесуге шығамын. Осы аралықта жылқышы қызметінің қиындығы мен қызығын үйренбекпін. Шындығында мен әзірге ештеңе білмеймін. Бірақ қасымдағы достарым атты қалай ерттеу керектігіне, қалай малды жаюға болатындығына баулайтын болады. Тіпті бұғалық лақтырып та үйреніп алармын. Алда бір апта уақыт бар емес пе? Максимнің алғашқы малшылық күні таң азанмен басталды. Малшыларға төсекте ұзақ жатуға болмайды. Кеш жатып, ерте тұру керек. Демделген шайларын ішкеннен кейін Серік, Әлібек, Максим үшеуі аттарын ерттеп, тауға шығуға дайындалды. Климат в этих горах резко континентальный. Таулы аймақтың ауа райы тез өзгергіш. Мысалға қазір күндізгі уақытта күн жылы болғанымен, түнде шәйнектегі шәй мұз болып қатып қалыпты. Ауа температурасы -3, -5 градусқа дейін төмендеген болуы мүмкін. 2 күн бұрын қарлы боран соққан болатын. Әлібек пен Серіктің киіз үйін орнынан жұлып алып, ұшырып әкете жаздаған еді. Ал қазір күн жылы. Бүгінгі мақсат аңғар басына көтеріліп,
Ондағы табында үш бұлақ бастауына айдап әкелу керек. Аңғарда қасқыр көп. Малшылардың басты міндеттерінің бірі осы жыртқыштардан өз малын қорғай білу. Атты жол ирелеңдеп төбеге көтеріліпті. Жота басына шықсаңыз, обалы өзеннің керемет көрінісіне куә боласыздар. Аңғар жыралы жартасты еңістермен жалғасып, өзен жазығына тіреледі. Бұл жабайы табиғи әлемде арқарлар мен маралдар мекендейді. Қолдарына дүріп алған малшылар бірнеше марал аналығын байқады. Жабайы жануарлар күндізгі уақытта қылқан жапырақты орман арасын паналайды. Кеш бата Альпі желегіне жайылымға шығады. Ал мына төменде бірдеңе ағырғандай болды. Иә, марал мүйіз екен. Серік төменге түсті. Сүйек қалдықтарына қарап, жарты жыл бұрын болған оқиға екендігін білуге болады. Қасқырлар маралды жартасқа тіреп, қорегін айналдырыпты. Сүйектерінен азулы тістер іздерін байқайсыз. На седловине мы нашли пикап. Қайқы белден өткен жылы қасқырлар қорегін айналдырған марал сүйектерін таптық. Ірі жануар екен. Аңшылар қанжығасына байлануы да мүмкін еді. Бірақ бұл жолы қасқырлар жылдам қозғалыпты. Демек қасқыр олжасы деген сөз. Аңғар шығысқа қарай аласарады. Бұғы жайлау жиегіне жеткенде қауіпті жартаспен аяқталады. Бұғы жайлау жазғы маралдар жайылымы деген ұғымды білдіреді. Мұнда жабайы жануарлар будандасу маусымы алдында ауып келеді. А мы сейчас переезжаем плато Тактай. Қазір Тақтай асуынан өтіп барамыз. Тақта секілді тегіс болғандықтан, бұл асу үстінде ат үстінде жүру керемет ләззат сыйлайды. Бұл аралықтан көне Ұлы Жібек жолының бір тармағы жүретін, солтүстік бөлігі. По-видимому, в разные эпохи существовало великое множество веток Великого Шелкового пути. Әр заманда өзіне сай, Ұлы Жібек жолының тармақтары қалыптасып отырған көрінеді. Олардың ең негізгісіне үш бөлік жатады. Оңтүстігіндегі Хатаннан Памир және Вахан Парсыға жол тартатын. Солтүстігіндегі Такламакан шөл даласынан бастап Қашқар, Ферғана жазықтарымен, оңтүстіктегі Каспий жағалауымен Парсыға тіреледі. Түнде Үшбұлақ жотасының басына ақ қар түсіпті. Табын жарымы басқа жаққа кетіпті. Малшылар сол жоғалған бөлікті іздеуге кетті. Абырой болғанда келесі еңісте жайылып жүр екен. Бәрін жиып, киіз үй маңына қарай айдау қажет. Астымыздағы аттар жабе тұқымына жататындықтан өте төзімтал. Өзге аттар жүре алмайтын жыралы жолдарды еркін бағындырады. Десе де оларды да арасында тұсап қоямыз, жайылсын деп. А после работы... Әрине, күні бойғы жоспарланған жұмыстар аяқталысымен жібереміз аттарды. Ер тоқымын алмай, тартпасын босатып қоямыз. Еркін тыныстасын деген ниетпен. Ал денесі суымайынша жайылымға жіберуге болмайды. Астымыздағы аттардың бірін Әлбек табын арасына жіберді. Енді ер тоқымын ерттейтін басқасын ұстау керек. Бір айлық еркіндікте аттар жабайыланып қалыпты. Жылдам ұстау ойы бірден жүзеге аспады. Тәжірибелі ковбойдың өзі үшінші лақтырудан ұстады. Максим малшы шәкірті болуға келіскендіктен, оған да бұғалық лақтырып үйрену қажет. Жылқышы бұғалығын шалма деп атайды. Шалманы жақсы лақтыра білу жергілікті тұрғындар арасында жоғары бағаланады. Алдымен сырықпен жаттыққан жөн. Серіктің әр лақтырған арқаны тура түсіп жатты. Ал Максимдікі кейбіреу ғана. Собирают. Так вот, ласа готова. Мұнадай әдіспен жинайды. Міне, шалма дайын. Байқап көрейік. Иә. Ұзақ жаттыққаннан кейін жерде тұрып лақтыру әдісін үйренді. Бірақ ат үстінде шауып келіп, шалма салу мүмкін болмады. Сол себепті бұл істі нағыз тәжірибелі мамандарға қалдырмақпыз.
алда ұзақ жол, кері үйге қайту керек.